Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті қоғам қатысушылар, бүгін қоғам тыңдаудың тақырыбы Хамат партнер жауапкершілігі серіктестігінің сынамалық пайдалану кезінде ревизиялық кен орнының жайластыру жұмыс жобасында қоршаған ортаны қорғау бөлімі табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары бойынша ашық жиналыс нысаны қоғамдық тыңдау. Қоғамдық тыңдау өткізу Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмірі 266 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Енді бүгінгі қоғам тыңдаудың төрағасы ретінде өзім Ақтөбе ауылдық округі әкімі Сәбит Марғалиұлы регламентті бекітуіміз керек. Қатысушылар тізімі бойынша 10 минут, қоғам тыңдаудың төрағасының қатысын сайлау 5 минут, қоғам тыңдау кіріспе сөзіне 5 минут, сәлемдесуге 5 минут, баяндамашыға 10 минут, сұрақ жауапқа 15 минут, талқылау қорытындысы мен қоғам тыңдаудың жазу бойынша 10 минут беріледі. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың хатшысын сайлауымыз керек. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың хатшысы мен Корголин Еркебұлан Русланұлы. Қарсылықтарыңыз болмаса? Қарсылықтарым жоқ қой. Қол көтеріп жүрсеңіздер. Түсінбедім. Халықтан тайлатын, қатысу деген тайланбайды шығар. Ал кім болады ал халық? Халыққа тыңдалып дейді де, бұл жерін тайлап бұл жерін етеді. Болмайды сендерге. Сендер кім? Нина апай, онда өзіңіз боласыз ба хатшы? Адам жоқ па, не қатысыңдар? Өзіңіз бола беріңіз онда. Арттан қыздар біреу тайлай отыр. Сіз бола беріңіз. Дина апай болады онда хатшы бүгінге. Олай болса, дауыс салайық. Одан былай қарай өздерің адамдан хатшы тайлайын деп ойламаңыздар. Халықтың арасында тайлайын. Олай болса, хатшы сайланды. Бүгін енді сөз кезегі баяндамашыға Хамат партнер жауапкершілігі серіктестігінің сынамалық пайдалану кезінде ревизиялық кен орнының жайластыру жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары бойынша қазтеп жауапкершілігі серіктестігінің өкілдеріне білдірді. Саламатсыздар ма? Есімім Талғат Асқаров. Осы жобаның жобалаушысы бар. Жалпы бүгінгі жобамыз сынамалық пайдалану кезінде ревизиялық кен орнында жұмыс жобасы қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша қоғамдық тыңдау. Жалпы қоғамдық тыңдауға өткізу негізі ол экология кодексінің 96 жылы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізу мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде осы асыру процесіне қоғамдық тыңдау өткізу міндетті болып келеді. Және де мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберіндегі қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес өткізілетін болады. Жалпы қоғамдық тыңдаудың бағдарламасы регламенті жаңа төрағамыз айтып кеткендей регламентпен жүргізіледі. Оның ішінде бағдарлама жоспары, қатысушылардың тізімі, қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайлау, қоғамдық тыңдаудың кіріспе сөзі және сәлемдесу, одан кейін осы қоғамдық тыңдау бойынша жалпы докласын оқу және сұрақ жауап. Жалпы жобаны әзірлеуге негіз болып есептелетін осы жұмыс сынамалық пайдалану кезінде ревизиялық кен орнындағы кен орнын жайластыру жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша құрылыс кезеңіне жасалып жатыр. Бұл жұмыстың мақсаты нұсқалардың басқарушы және экономикалық шешімдердің экологиялық және басқа да салаларын анықтау, қоршаған ортаны сауықтыру, табиғи экология жүйелер мен табиғи ресурстарды жойылуын, деградациясын, зақымдануын және сарқылуын болдырмау бойынша ұсыныстар әзірлейді. Жалпы осы жобаланатын объектінің орналасуы жобаланатын объекті, яғни Қазақстан Республикасы Атырау облысы Жылыой ауданының Бейжал кен орнында орналасқан. Жалпы аудан орталығы Құлсары қаласына 25 км жерде орналасқан. Ең жақын елді мекен ол Ақкиіз-Тоғай елді мекені осы келеді. Жаңа кен орнынан 38 км жерде орналасқан. Жалпы осы
кен қойнауын пайдалану бойынша осы биікжал учаскесі яғни көмірсутекті бағдарлау және өндіруге яғни келісімшарты бар. Яғни ол 27 жылдың 18 маусымына дейін. Геологиялық бөлу ауданы яғни 12,49 шаршы километрді құрайды. Географиялық тұрғыдан биікжал кенорны Каспий маңы ойпаты оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Келесі осы жобаланатын мына жерде көре аламыз. Жобаланатын объекттің орналасу карта схемасы, яғни мына жерде қай жерде орналасқаны, жақын елді мекендердің орналасуы көрсетілген. Жалпы осы биікжал кен орнын жайғастыру жобада көзделгені бұл бас жоспарын жоспарлау шеңберінде көзделеді. Яғни 9 мұнай өндіру орналарын жайғастыру келеді. Оның ішінде солтүстік батыс қанатында номері 10-шы, 24-ші, 25-ші, 26-ші, 27-ші одан кейін оңтүстік қанатындағы номері 2 FX1 7 17 ұңғылары, одан кейін оңтүстік батыс қанатындағы номері 4-ші айдауын ұңғысы бойынша келеді. Және де одан бөлек мұнайдың алдын ала дайындау қондырғысының құрамында осы жұмыстар көрсетіледі. Яғни манифолд алаңы, сепараторлар, өлшеусіз сыйымдылықтар алаңы, мұнайды жылыту алаңы, мұнай тұндыру алаңы, және де осы RBS 502 дана мұнай резервуары, RBS 75 2 дана мұнай резервуарлар, осындай жұмыстар көзделген. Осы биікжал кен орнын жайғастыру мұнай жинау пунктінің құрамында осы манифолд алаңы, сепараторлар алаңы, RBS 75 мұнай тұндырғышы, мұнайды жоғары құю құрылғысы қарастырылған. Одан кейін осы вахталық кен құрамында, яғни ояқта 36 орындық жатақхана, 36 орындық асхана, блок модульді қазандықтар, су резервуары және тағы басқа да жұмыстар қарастырылған. Жалпы осы жұмыстар жүргізу барысында атмосфералық ауаға әсер. Жалпы осы жұмыс барысында 8 ұйымдастырылған және бір атмосфералық зиян заттар шығаратын жылжымалы көз қарастырылады. Оның ішінде яғни келесі қоршаған орта ластауыш көздері, біріншісі яғни ПРС кесу кезінде, екінші топырақты игеру, қайта толтыру, түйіршік тас қабатын тығыздау, коррозияға қарсы жабын, дәнекерлеу жұмыстары, бояу жұмыстары, осы және де ыстық кету либерализациясы. Соңғы жаңағы ол яғни автотранспорттан қозғалысы кезінде шығатын шығындар жалпы осы жұмыстар жүргізу барысында келесі ластау заттардың тізбесі шығарылатын болады. Яғни оған темір оксиді, марганец және оның қосылыстары хром, азот диоксиді, азот оксиді, фтор және газ тәрізді құрылыстар және тағы басқаша осы кестеде көрсетілген шығарындылар шығатын болады. Су ресурстарының әсерін айтатын болсақ, гидрологиялық жер нашар дамыған, яғни кен орны аумағында солтүстік батысында осы шамамен 32 км жерде Ембі өзені ағып жатыр. Аумақта тұрақты табиғи су алаңдары мен су айдындары жоқ. Судың табиғи шығуы мен тұщы су ұңғымалары жоқ. Ауыз су үшін суды Қосары қаласынан және Қиғаш Маңғышлақ су құбыры арқылы яғни автоцистерналармен әкелінетін болады. Сол келісімшартқа сәйкес қамтамасыз етіледі. Су қорғау аймақтары мен белдеулері жоқ. Жерүсті сулар кен орны аумағында болмауына байланысты су қорғау аймақтары мен белдеулері көзделмеген. Жалпы су тұтыну және су бұру балансы бойынша алатын болсақ, су тұтыну келесі кезекте қарастырылған, яғни шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктер үшін 56,25 текше метр, құрылыс қажеттіліктер үшін 120 текше метр, және де шам басу жұмыстары үшін
90 текше метр осы құрылыс уақыттарын. Және де осы келесі өндіріс және тұтыну қалдықтары шығады, яғни жұмыс барысында оның біріншісі яғни қатты тұрмыстық қалдықтар, одан кейін құрылыс қоқыстары, және кеме электродтары және бояу ыдыстары. Жалпы қалдықтардың жалпы мөлшері 18,098 тоннаны құрайтын болады. Және осы қалдықтардың барлығы яғни договор арқылы басқа жаңағыдай компанияларға беріледі болады. Табиғатты қорғау шараларына келетін болсақ, яғни табиғатты жобада келесі шаралар көзделген. Біріншісі яғни құрылыс алаңдарында алаңдық жолдардың ішінде шаңды басу бойынша жұмыстар жүргізу, яғни шаң басу, одан кейін су ресурстарын ұтымды пайдалану, іргелес құрылыс алаңын қоқыстан тазалау, одан кейін аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары, және де онысы қалдықтарды арнайы бөлінген орындарда контейнерлерде жинау, олардың кейіннен мамандандырылған ұйымдарға беру және қалыптасқан қалдықтарды шығару болып есептеледі. Жалпы жаңа осы айтып кеткен қоршаған ортаны қорғаудың осы жеңімпаз нелері қарастырылған іс-шаралар осы жерде көрсетілген. Жалпы міне егер құрылыс алаңдарда жолдарды шаңнан тазарту, яғни шаңды болдырмау байланысты 1,932 тонна яғни азайтады шаңнан. Одан кейін арнайы техникалық алдын алу және бақылау бойынша іс-шаралар, яғни техникалардың қоршаған ортаның ластауына болдырмау үшін мысалға май ағу, басқа да шаралар уақытылы қарастырылуы осындай шаралар қарастырылған. Келесі жалпы қорытындылай келетін болсақ, осы жобада топырақтың атмосфералық ауаның жер үсті, жер асты суларының өсімдік жамылғысын ластану мүмкіндігін болдырмайтын іс-шаралар кешені көзделген. Жалпы қалдықтарды уақытша сақтау және оларды кәдеге жаратуға немесе көмуге ауыстыру кезінде қоршаған ортаға әсері жобада көрсетілген барлық іс-шаралар сақталған жағдайда шамалы деп бағаланады. Яғни осы жобада көрсетілген барлық іс-шаралар сақталған жағдайда қоршаған ортаға әсері төмен болады. Жалпы осы қысқаша жоба бойынша егер қандай да сұрақтарыңыз болса, яғни обустройство месторождения стану пайдалану кезеңінде құрылыс барысынан жұмыстар. Рахмет. Сұрақ ұсыныстарыңыз болса. Мана сіз айтып кеттіңіз, келісімшартты манағы 18-21 жылдан бастап отырып, 27 жылдың 18-не 6 айға дейін ғана жағамыз деген айттыңыз, иә? Осы келісімшарт мерзімі аяқталғанға дейінгі кен орнын әрі қарай ұзарту жөнінде өнеркәсіптікті рұқсат бар ма? Оны әрі қарай создыра ма, созасыздар ма? Мен жауап берейін. Иә. Есім Жамбыл, заместитель по производству. Қазіргі таңда біз дополнение соглашения уақытын, мұнай өндіру уақытын созып алдық 2047 жылы. Контрактыны созу үшін расширениеге сіздер тағы да слушание өткізесіздер ме? Жалпы алдымызда проект бар, дополнение проект разработки. Осы жылдың аяғында немесе келесі жылдың ортасында өткіземіз. Неде технический неде проектінде жобада 4, 7, 17, 24, 25 сіздердің скважиналарыңыз, ұңғымаларыңыз. Осының әрқайсысы қазіргі нақты жағдайда жұмыс жасап тұр, иә? Тағы да дополнение қосылды, алдында келдіңіздер. Оларға енді тағы да оның ішінде консервация немесе сынақ жұмыстары бола ма, болып жатыр ма? Консервация жасалғанда консервация жоқ. Біз жақында бір скважина қазылды, 28 скважина қостық.
оның бәрі запрет тубаков мұнайды өндіріп жатыр, ашық түрде өндірмейміз. Яғни бойына енді мына жоба кен орнын жайғастыру, яғни құрылыс кезеңі болды. Осы құрылыс кезеңінде жұмысшылар саны көрсетілмеген екен. Яғни сіздер қазіргі жұмысшыны пайдаланасыздар ма құрылыс кезеңіне, немесе қайта жұмысшы аласыздар ма? бізге жобамыз бар қолымызда. Қазіргі таңда бюджет қарастырылып мекемеде. Бізге мердігер компания жұмыс істеп біздің іштегі адамдар жұмыс жасамайды. Өздерінің документтермен құрылыс. Енді айтайын деп отырған, осы кен орнын жайғастыру кезіндегі жұмысшыларды сіз мердігер мекеме әкеледі. Олар өздерінің жұмысшыларын әкеле ме, бізден ала ма? Қалай болады? Олардың біріншіден біз кім мекеме алатынын білмейміз қазір. Ол бәрі конкурсқа шығады. Екіншіден олардың құзырында. Олардың құзырында не десеңіз, бюджетный схема, мысалы адамды қалай білет есептейді. Қарап тұрсаңыз, жайғастыру құрылыс кезеңінде жобада көп жұмыстар қарастырылып отыр. Мына жерде мысалға 2 дана мұнай резервуары бар. РГС 500, РГС 75, мұнайды жоғары құю құрылысы бар, дренаждық сыйымдық алаңдық бар, су қоймасы бар екен сіздерде. Яғни ол РГС 50 пластмасс су қоймасы деген сіздерде қойма. Сорғылардың алаңы бар. Талдау жүргізуге арналған үй-жай, блок модулдық қазандық тұтқа алаңа деген. Осылардың жұмыстары өте көп, бұл неше айға созылады? Жоспар бойынша қазіргі таңда проектте қаралған неше бірақ енді біздің жоспарымыз бойынша 3-1 жылға дейін бар құрылымы. Осындай уақытта жұмысқа орналастыруға алып сіздер мына мердігер мекемеге айтуыңызға бола ма, бізден жұмысшы алсын деп? Сол кезде енді ешқандай уәде бере алмайды, сол кезде белгілі болады. Алға мердігерге байланысты. Сосын мына жерде манағы сіздің шығармалардың көздерін көрсеткеніңіздер, шығармалардың көздері бар. Шығармалардың көздерін сіздер манағы ұйымдастырылған деп көрсеткенсіздер. Оның ішінде сіздер манағы топырақты игеру, зум түсіріп тұр. Сояқтан қаралып тұр. Топырақты не үшін пайдаланасыздар? Сол өзінің топырағын пайдаланасыздар ма? Немесе басқа жерде топырақты бересіздер ме? Ол жерде құрылыс жұмыстары жойылатқаннан кейін бірінші яғни топырақты туналы ауадан алады, одан кейін топырақта тегістейді, сондай жұмыстар барлығы. Ол жерде сондай жұмыстар бар. Топырақты қайдан алатын еді? Жоқ, топырақты тегістейді, сол жерге сосын жаңағы бетон основание қояды, сосын құрылыс жұмыстары сол жерде жүргізіледі ғой. Бірінші топырақта яғни туналы ауадан алады, сосын Туналы қабатын алған мезгілде бастапқы жағдайды зерттеу жүргізілмес, сіздерде оны зерттеулеріңіз топырақтың мысалы. Олар сіздерде проекттерде сіз жобада жазған соң жасайсыздар ма соны? жоқ, бұл проект жасалғанда не жасалады? Геологиялық 10 метрге дейін. Ну, Согласован Джейсон Барлатов, осы мекемеде құрылыс саласында бөлімшісі. Сіздің сұрағыңыз қойып тұрған топырақты қайдан алады деген сұрақта. Енді құрылыс алаңында құрылыс боласын өздеріңіз білесіздер. Топырақ, шебін, бөлмесіне пайдаланылады. Құрылыс боласын өздеріңіз білесіздер. Топырақ, шебін, бөлмесіне пайдаланылады. Бізде де пайдаланамыз оның шетін. Жақын жерде бана айтқандай мердігер таңдалғаннан кейін осы Жылой ауданынан карьер дейді ғой, бұл жерде карьер бар ғой. Сол карьерден келісім шарт жасалып, заңды түрде сертификатталған. Себебі топырақты игеру дейсіздер, ол жердің топырағын пайдаланасыздар ма деген. Ол жерде қазылатын болса, ол жерде Құрттай тағы сөз сөйлеу екен, ол жерде топырақты бағанағыдай обратно засыпка дейді ғой, орысша. Қазақша айтқанда сол топырақты қайта көметін жерлер де бар, бірақ бағанағыдай именно основанияға салатын жерде біз әлімізге келгенше
осы жақтан дұрыс отырады. енді мына жерде менде сұрақ, мұнай резервуар бар, иә? Сіз ол жерде сақтайсыз. Демек, ол жерде переработка бола ма? Сіздерде қазір переработка жоқ, тікелей сіздер тасып тұрсыздар. Демек, бұл жерде болашақта переработка бола ма? Жоқ, переработка болмайды. Мұнайды суды айырамыз, болды. Бұл жерде Мұнайды сақтап, суды жердің астына айдаймыз. қазіргі уақытта сіздерде қазан жоқ болып тұр ғой. Жоқ, қазан бар, минимальный А, минимальный бар. қоям бар, мысалы. Пеш бар. Пеш бар, иә, пеш бар. Олар айтып беріпсі. Жылыту пеші бар. Жылыту пеші бар. Сосын анағы сіздердің енді скважиналарыңыз наполнение көбейіп жатыр. Енді бізден осы ауылдан жұмысшы сіздерде бар ма? Бар. Бар болса, олардың жалақылары көтеріле ме? Сіздерге яғни жоғарылады, жайлап тұрса да мұнай көлемі сіздерде жоғарылап жатыр. Соған байланысты жалақылардың көбеюі қарастырылған, қарастырып жатырсыздар ма? Жалпы енді мекеме частный, жеке мекеме, бірақ бізде заңмен жұмыс жасаймыз. Жыл сайын индексациясы бар. Сол индексациясы бар. Бірақ енді мекемеміз өкінішке орай осы 225-те бір жыл тұрып қалды, келісімшарт шартты қалғаннан себептермен. Соған байланысты енді алдағы жоспарда жыл сайын индексация қаралады. Сосын мындағы шаң басу жұмыстары. Міндетті түрде жүргізілу керек қой. Бізде қазір Аққыстауға жақын, қазір 38 километрде сіз болсаңыз, шаң келмейді деген емес ол. Бізде жақын маңдағы Қараған кен орнының қандай күйде болып жатқанын көріп жатқан шығарсыздар. Күніне қанша тонна машина өтіп жатыр. Жүріп келсеңіздер, мына Құлсары Аққыстауның ортасындағы асфальт дәл уже балнап, күйі нашарлап, бұл жерде бәрін жақсы білетінсіз. Бірақ шаң басу жұмыстары ешқандай жүргізіліп жатқан жоқ. Ең болмаса елді мекенге жақын аймаққа су шашу, ар жағы итак шықты. Ал енді сіздерге де сондай дұрыс нақты жұмыс керек, шаң басу жұмыстары жүргізіледі. Бар, білемін. Біздерде доғыр бойынша, келісімшарт бойынша Құлсары қаласынан ауызсуына доғырға отырдық, сол жерде күнде подавлениеге доғырға отырдық, шаң басу жұмыстары жүргізіліп тұрады, иә, ол жерде. Нәтижесін көруіміз керек. Біздер кен орнына постоянно айтып келеміз, апарыңдар көрейік деп. Әлі апарған да жоқ, иә? Үнемі айтамыз, апарыңдар көрейікші жағдайын. Енді бізге хотя бы слайд жасап алып келіңіздер. Келесі келгенде. Міне мынандай уақытта жасалып жатыр. Күнделікті мынандай сіздерде не болса, біз көрейік қай жерден су шашылатындығын. Бірақ кәдімгі сіздер қазір шөп деген құрығы вообще жоқ жерде. Ақтаңдап қол, соқаңдап кәдімгі бұрлатыстар қазір жерде асфальттың екі жағында шөп түспейді. Малдың бәрі қонақ ортаға дейін барып жайылыпты деп қойлар ешкілер бітті. Шөптерін іздеп қай жерден жайлады? Жайылым бүлінді. Оны қараңыз, оқысы ғой, көріп жатырсыз. Сондай ұсынысы бар ма? Басқа сұрақтарыңыз? Менің сұрағым бар қояды. Қаған мекемесі ақысынан азаматтарды мекемелерді азаттар. Қамақ деген. Бірақ сол қамақтан кімді жұмысқа алып жатыр, кімді қойып жатыр. Бізде мысалы әкімнің бар қалады. Мынандай адам алды, мынандай адамды жұмысқа қабылдады. Апенде ешкімге бермейді. Келмейтіндер бір Құдайдың тыңды адам бар, сол өткенге айтады, өтеді деген жүрегін келетіндер нағары. Қалай сеніммен өткенге болады. Ең бірінші осы мен өткенге. Бәрі халық, қосылды қойыңдар. Алға қарай жүріп, халыққа жұмысына тартсын, кредитін төлейсін, адамдар қақтап қалмасын деп мен төраға болдық қой. Өлкеде мен елдің баласын жұмысына тартсын. Ал қазір қандай болды? Қазір адам екен істеген жұмыстарым басталды, өздерімен кеттіңдер. Неге істеп болмайды сендер? Іздеміңдер. Бұзып жатырсыңдар ғой. Астынан мұнай жинап жатыр, бетінен топырақ
жаңағы заңды қылып жатсыңдар. Халыққа оңай емес. Халық не үшін отыр бұл жерде? Қолдарыңнан келсе, мұнайларын тұтса, халықты құсарға қарай көшіріп беріңдер тіпті. Мына ауаны тұтпасын. Не дәйілім жоқ бізде, не таза ауа жоқ. Біздің болашағымыз бар ғой, балаларымызға өсіп жатқан. Сондықтан кішкене экологияға дұрыстап қараңдар. Біреу айтады, жаңа жиналдың ғана әкеліп қойған келемеді. Неге келмейді? Астында мұнайды ала алып, бір жер астына түсіп кетеміз, шетелде ұстап. Айдап жатқан суларымыз жоқ, алып жатқан мұнайларың болғанымен. Ол ауыз жүзінде сіздер мұнайды алып жатыр, астына суды айдап жатыр. Қайдан айдайсыңдар? 5 тонна мұнайдан 2 тонна су шықпайды ғой. Ал орындағы арада 3 тонна не айдап жүрсіңдер? Сіздер ойламаңдар, әкеп қойдың халқы дым білмейді екен. Ауданға қарап отыр ғой бәрі. Жоқ, біз ауданға қарамаймыз. Біздің есімізде экология туралы білетін адамдар бар. Бірақ нәтижеге жете алмай отыр, әркім әртүрлі жұмысы бар. Сондықтан мен барам, тыңдалып өтейді деген сенімді қойыңдар. Өтейтін орында бар, өтпейтін орында бар. Сондықтан мына каждый адамды алған сайын біз мына адамды алып, бізде де жағдайы төмен адамдар бар, жұмыс таба алмай үйінде әңгіме естуге керек, жағдайы жоқ адам. Біз солардың шәкіртіміз. Бізге жаңағы байға ұят, сайға ұят керек. Немесе ананы немесе жұмыс жасап жатыр, бұның ағасына кіріп, мынаның баласы жұмыс жасап жатыр, бұның жаңағы бірдеңесі бұл естен кірген деген керек емес. Бізде ауылдың ішіндегі жағдайы төмен адам бар жұмыс жасап жатыр. Ол кісі жоғары көтерілу керек. Бізде сол үйдің адамы нан жеп беріп, нан жеп берсе нан жеп, нанды деп, нанын көбейтілген керек емес. Бізде жағдай жасау керек. Әркімнің кездесін. Менде бар бізде ертең мектепке сабаққа бара жатқан семья бар, киімі жоқ. Оған қарсаңғы елдің ішінен сұрай беремін. Оны мен әкімді ауданнан сұратамын, қандай. Ой, мына сұрап тап мына әкеттер бірдеңеден. Мектептің директоры кесе батыстың сайлауда. Оған да тап деп жатырмын. Қалай бекіміздің құшта қандай, әлақандай дүкені бар, содан беремін халыққа. Ал сендерді өткенген сайын халықтың айтып жатқанымен ешқандай алып қалмайды. Мына тыңдалып өткенген сайын жинақай солардың алып отыр деген естері естен алып жатқан алсам халыққа сұрап алып беріп өткенген наурыз тойларында жасаған мешіттерінде кеткен салдарында оның бәрі әкімнің письмосымен келіп жатыр. Мен жеке университетте алғаным жоқ. Сіздер халыққа мен сурет әкімнің хабарламасын арқылы беріп отырсыз. Осы біздің. Мына тал туралы айтайыншы, сіздер осы көктемде ектіңіздер, иә? Талдарыңыз жақсы шығып жатыр. Оны кәдімгідей дұрысын дұрыс істеу керек. Жайқалып, талдарыңыз әдемі шығып жатыр. Басқа талдар мына жерде күресті тұшо екті, үлкен теңізшеврой, басқа да мекеме екті, тұшоның грантымен еккен адамдар бар. Бірақ та соның ішінде сіздердің талдарыңыз әдемі шықты. Оған рахмет айтамын. Енді сол жерді мен сметасын көргенде үлкен парк көргем суретінде. Ограждениесімен ішіндегі тал кірген шығар, бірақ та болашақта соның ішін әдемілеуге, әрі қарай демалыс орны сияқты қылдап жасауға мүмкіндік бар ма сіздерде? Себебі біздің жақсы саябақ көргіміз келеді. Бюджеттен мен үлкен саябақ көріп тұрмын, жасалатын. Бірақ оған дейін тағы да сіздерден артық етпейді. Жақсы қарт болса, айтып отыратындай болса, хамат мекемесі саған деген сияқты. Сондықтан ұсыныс қолға алсаңыздар. Абаттандыру жұмыстар елге ішін жақсылап, парковкасын жасап, ұшақты төсеп, скамейканы қойып дегендей, яғни жақсы парк болса жақсы болады. Жақсы енді бізде. Иә. Сіздер айтып отырсыз. Қараңыздар. Сіздер жақта әкімнен күшейді. Адам ұсынбамыз, адам аламыз. Сіздердің адамдарыңызды қарамызды, ол кісіден Кемен алдым. жарабаттың екі-үш рет соқты, жарабаттың аз деп кемде қалды. Жалпы біз сіздердің айтқан елдеріңізге қазіргі енді бізде штат болып, болашақта Қазақстан Алыңыздар, маған айтқандай зарплата көтеріңіздер. 200 мың теңге деген ештеңеміз 14 күнге 200 мың. ол енді іштегі бюджет шешімі, құрылтайшылардың шешімі,
жалпы айтылады иә көбейтіңіз деп зарплатасын мүмкіндігінше осы жердің аймаққа көңіл бөліңіз сол еңбек етіп жатырған осы ауылдың тұрғындары болса еңбек ақыларын көтеріңіз деп бізде де адамдар бар сіз ауылдан жұмыс істейтін мысалы жаңағыда осы ауыл несін жұмыстау жөнінде ғой мынау маңғыстауда мысалы жұмысшылардың 10% ауыл жақын жеріне барады барлық жағдай жасайды және бірінші көтеріп жаңағы несі төмен адамдар қалады да сондықтан бірінші мына әкіммен жұмыстау керек енді жаңағы үлкен жұмыстар жүрейін деп жатыр неден жасайын деп сондай кезде мына ауылдан жұмысшыға алсаңдар екінші біздер енді мына тәжірибе адам керек дейді енді жастар қалай үйрену керек сондықтан жастарды алу керек үйрету керек бұл жерде мысалы былай нету керек қой практикадан өткен сияқты сондай адамдарды қарап мына несі төмендеу адамдар мысалы бар сол ауылда сондайлар алсаңдар сосын өткенде бір әңгіме болды біздерде жаңағы мына көмек ретінде шаруашылық қожамыз жақында жансақтау шаруа қожалығы 8 шақырым жатамыз өткенде жаңағы скважина қайта нету жөнінде келген хабарласып еді бірақ енді бұл жерде жаңағы бізге не әкелмейді да бұлар ауызша береді мына әкім айтсаң әкім білмейміз дейді ауыл шаруашылығын алады өйткені олар айтады өздерің келісіп жасай беріңдер дейді капремонт не ғой скважинға не агрегатпен су айдау нету ғой бұл жерде көмек деп тұрғанымыз ба иә көмек шаруашылыққа сіздер дұрыс жол алып жоқ скважин ғой жоқ сол иә біріншіден бізде енді технический су бізде технический су біздің спецтехника бәрі мұнай үйлерінде ондай сіздерге пресный су айдайды бізде техника жоқ сосын бізде крейс жасайтын мекеме мердігер мекеме өзімізде крейсный мекеме жоқ агрегат жоқ бізде бәрі бізге крейске заявка береміз сол келгенде екіншіден сіз агрегатпен айдасаңыз ертең сізге өзіңізге зиян келтіреді неге десең оның ішінде мына факттар бар егер сіздің скважинаңыз біз жөндеп беретін болсақ ертең сіздің малыңызға денег тиіп жатқан болса біз жауап береміз сондықтан оны спецификаларымен компания бар солармен Ақтандан сіздің шаруашылыққа қанша километр бар? 2 шақырым. Содан бату керек болады. жоқ просто не ғой агрегат қояды сосын налеvoдан айдайды алмайды жоқ оны алмаймыз неге десең сіз айтсам ғой бізде мұнай қалдықтарын айдайды техниканы келетін мердігерлер иә оған ертең сізде бірдеңе малдан проблема болса онда бізге келесіз қайтадан кіргіземіз конференция оны жалпы кезегімен очередьпен алып тұру мердігерді бекітілгеннен кейін біз кесіп айта аламыз бірақ договор жасау бұл жерде жергілікті тұрғындардан алыңыздаршы жоқ енді ұсыныс жасаймыз өз тарапымыздан алдындарды ол бөлек мекемеге билікті алмаймыз дейміз иә потому что олар өз тараптан айтады да жақсы мамандар бар ма деген сияқты сұрақ қойса мен жауап бере алмаймын бірақ түсінемін бәріміз де бана айтып тұрғанымыз дұрыс жаңадан бастап үйреніп көріп бару дұрыс бәріміз де сөйтіп үйреніп бардық қой сонда әріптегенде ештеңе болмайды ұсыныс болды ескертейік мердігерге бірақ енді 100% бүйтеміз сөйтеміз деп алдын ала өтірікші болып тұрған басқа қазір мына қазір департамент управления десек су мақтап қалады ол ретте мына ауыл тұрғындар айтып отырған ұсыныстарын қабылдаңыздар бірінші очередь манағы жұмыспен қамту
Mana айтқан медиа арқылы организация керек ол адамдар алсын оның осы енді манағыдай жақсылығын айтты дейді ғой енді мына екі талдарыңыз бар мына мешітке шыққандарыңыз бар оған көп көп рахмет енді бұл немен тоқтап қалмайды енді енді қазір айтып отырсыз ғой мына басқара болсын деп жатыр ақылдасқанда ескиді сабақ берген бізге әдемі қылып кісімен парторг кісімен иә олардың айтқан уәдесінде бізге жылдан жылға мына мысалы биыл қоршаймыз аны береміз келесі жылы басқа жұмыстар істейміз осыны тұрақты сағат береміз деген сол жұмыстарды да қолға алыңыздар өздеріңіз білесіздер ескидің бәрі бармыз бізде шамдары әдемі соны айтып суретте әдемі мен көріп таңқалдым шамдар тұр ана ішінде газон сияқты төселген дұрыс шақтылар сондай қойды соны иә соны айтқан олардың уәдесінде біз жылдан жылға қарасты ордамыз деген иә ол да иә аяқсыз қалмасын аяқсыз қалмай әдемі саябақ шығарсаңыз да қазір де мысалы белгі жүріп қойдың ба тамақты мысалы ол да өздеріңіз үшін иә сол жұмыстар жалғастыра берсін енді жанында тағы да шайға еп қойып соның ішінде талдармен толтырып іште ешқандай уәде бере алмаймыз негізі бізде барлық қазір жұмысымыз тұр соған қаражат іздестіріп жатырмыз түн жағдай әртүрлі сұрақтар болады сондықтан жалпы сол сұраққа толық нақты жауап бере алатын сол мекеменің басшысы өйткені оның тағдыры оның қолында бүкіл рауаттың тағдыры тұр адам тағдырын ойлауға болады ал мына тыңдаған өткен ал мекемелердің тағдыры қараңғайлар қанып сондықтан уәде кеткендерге халықтың алдында ақиқат халықтың жауабын беріп нақты сұраққа жауап беретін адам сіз мысалы бірден уәде берсең арзанда басқа уәде берсең мысалы орындамай сізде просто денсаулық қалып қояды халық орындайды деп ойлайды содан орынсыз басты рауан ба рауан көздеген неге өйткені біздің халқымызда толық жауап береді қазір бізде де табиғи болып тұр өңір бойда табиғи болып тұр бізде тал көп бірақ ішінде отырып бір талды санап немесе бір талға тамсана қарайды отырып әрі қарай дамымай қалады ертеңінде екпей егіп тастаса көбінде қалса ол әрі қарай келістемей малдың сіздерге ендігі уақытта мендерге нақты жауап берсін мекеменің басшысы қалай көңіл бөлмейді бір тыңдалды ма бір сағатты уақыт қой тіпті ашық болатын болса 20 минутта тыңдалу керек біздің азнатай сұрағымыз ғой оны ұстап қалмайды халқы жерде кәмелетке толмаған мәселе бар халыққа кетмейді ал онлайн қатысушылар сіздерде сұрақтар бар ма? сұрақтар бар ма? Управление производством. Онлайн қатысушылар. Қазір айтып отыр. Айта беріңіз. Сізден шықты ма? Шығар. Олай болсам да бүгін қоғам тыңдауға қатысқандарыңызға көп рахмет. Бүгін қоғам тыңдаудың да өтті деп есептейміз. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы есен Сау болыңыз. келіп отырсаңыз